Ассалаумағалейкум ағайын. Қазақ айтады, ас адамның арқауы дейді. Соның ішінде біздің қазақтың асы, біздің арқауымыз ол ет тағамы болмақ. Және де біздің бір қалжыңдап болса да айтқан сөзіміз бар, қазақпен қасқыр ет жегенде мазаламаңдар деп. Бүгінгі біздің тақырып ол ет тақырыбында. Бүгін бізде қонақта Қияс Жомарт мырза, бұл кісі Бифко жеке шаруашылық серіктестігінің директоры және 4 түлік ет сататын дүкеннің қожайыны, осы саланың білікті маманы. Сол себепті бүгін біз қонаққа Жомарт мырзаны шақырып, жалпы бүгінгі елімізде болып жатқан ет мәселесін қозғап көрмекпіз. Еттің бағасы қазір көтеріліп жатыр. Неге көтеріліп жатыр? Біздің өзімізде мал шаруашылығы дамымай қалған ба, бізде мал жоқ па? Ол біз неге сыртқы күшке біздің ет байланып тұр деген бірінші сұрақты өзіңізге қоймақшымын. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, біздің бір жақсы мақалымыз бар деп, оған қосатын тағы бір мақал бар. Ет жесең тісіңе кіреді, жемесең түсіңе кіреді деген сияқты. Сол енді түсімізге кірмей, енді жеп жүрейік, қаласа ет мол болсын. Жалпы бұның факторы көп бәке әсер ететін. Біз осы салаға 2009 жыл бастадық. Сол кезде еттің 1 килограмм бағасы 450 теңге еді. Енді қазір қарасаңыз, уже 2000 үстінен асып кетті. Себебі бізде сырттан келетін импорт еттер көп. Бразилиядан келетін, Аргентинадан келетін, қазір енді Беларусиядан келетін. Сол кезде осы отандық біздің мал шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлер сырттан келетін еттің кесірінен бізде дамымай жатыр, біз сатамай жатырмыз деп, сол кезде сондай актуальный вопрос болған. Енді біртін келе доллар да көтерілді, сырттағы келетін еттің бағасы да көтерілді, іштегі нарық сол себепті автоматически көтерілді. Тағы да бір себебі, бізге жылына 234 мың тонна қажет етеді екен Қазақстан. Өзімізден шығатыны 24 мың тонна ғана. Қалған 210 мың тонна сырттан келеді. Енді біз кіргізгенімен сосын экспортты да аштық қой. Ол былтыр Өзбекстанға, Қытайға аштық карантиннің алдында. Сол себепті өзімізді қамтымастан бұрын сыртқа шыққандықтан бұл динамиканы қарасақ, жыл сайын бізде 20%-ға ет қымбаттап жатыр. Экспортты ашты да тірі малдар шығара бастады. Осы көп әсерін тигізді. Жалпы негізі біз өзімізді қамтай алмай тұрған кезде тірідей малды сатуға болмайды. Өйткені ол көлемін азайтады. Экспорт болмау керек деп отырсыз ғой, иә? Енді таяқтың екі ұшы бар, бәке. Бір жағынан экспортты болғаны да жақсы. Өйткені бізге экономикамызға сырттан ақша келеді. Біз үлкен тәжірибе алып, жаңағы енді сыртқа ет шығарсақ, өзіміз шығаратын болсақ, ол әрине керек. Бір жағынан енді экспортты жасасақ, онда өзіміздің ішкі нарық қымбаттайды. Статистика бойынша біздің Қазақстан территориясындағы жердің 17%-ы көнерген. Демек, жарамсыз болып қалған дейді статистика бойынша. Ал негізінен ғалымдар айтады 55%-і жарамсыз болып қалған дейді. Неге жарамсыз болып қалған? Өйткені ол жұмыс істемей бос тұрғаннан жарамсыз болып қалған. Қазақта тағы бір сөз бар. Бос тұрған жер жау шақырады дейді. Енді мына жеріміз бос тұрмай, жалпы ауыл шаруашылығы болсын, егін шаруашылығы болсын, неге бізде дамымай жатыр? Неге бүйтіп қаңырап бос тұр? Субсидия деген нәрсе бөлінеді ғой. Осы нені дамыту үшін. Бірақ осы күні айтылып жатыр, керекті мөлшерде қолдарына жетпей жатыр деп. Шаруаларға. Мемлекеттен бөлінген қаржы тікелей шаруаның қолына жетпей жатыр. Қолына жетпей жатыр. Ортада делдал бар. Енді кім бар екенін білмеймін, кім қысып қалатын. Бірақ сол жетпейді дейді. Қолға жетпейді дейді. Көп байқағаным, қоғамымыздың таңғалатын жері, өзімізге ет жоқ па не дейді. Мен айтамын, жетпегендіктен біз импорт тасимыз деймін да. Мысалы, Беларусиядан қаншама ет әкелеміз осында.
өйткені мынау мезгіл дейді ғой, сезонность бар. Бізде көктемде қыстан шыққан мал ол союға жарамайды. Жарамағандықтан жемде тұрған мал көлемі азаяды да өзімізді қамтамасыз ете алмаймыз. Сол себепті көктемде баға өседі, біз сырттан тасимыз. Сонда қалай болды? Біздің малымыз жемге байланып тұр ма? Жаңа сіз айтасыз ғой, бос жерге қанша игерілмеген жерлер бар деп, білікті мамандар жоқ. Сосын бізде не жоқ, кормовой база жоқ. Мысалы, былтыр өздеріңіз көрдіңіздер, құрғақшылық болды, ешкім дайын емес, малдардың қаншама қырылды. Мен ойлаймын, жайылымды жер болу керек, шабынды жер болу керек, және де егінді егетін жерлер болу керек. Енді біз мойындауымыз керек қой, жер жоқ емес, қазақта жер бар ғой? Жер бар. Ресми деректердің отчетына қарасақ, біздің Қазақстанда 180 миллион гектар жер мал шаруашылығының жері екен, Қазақстанның жерінде. Сол 180 миллион гектар жер толығымен мал шаруашылығына игеріліп жатыр ма? Жоқ. Мал шаруашылығы ондай көлемде қолға алынып, қарқынды жүріп жатқан жоқ, иә? Енді жаңағы сіз айтып отырсыз, жер беру керек, жүйелендіру керек, сонда жұмыс жүреді деп. Сонда бұл әлі жүйеленбеген ба? Әлде осы мал шаруашылық кәсібімен айналысатын адам жоқ па? Или не себеп болып жатыр сол жаңағы 180 миллион гектар жерді игеріп кетуімізге? Мен статистиканы қарадым, осы былтырғы 21 жыл статистикада қарадым, 8 миллион 800 бар екен. Оның 50% ұрғаш мал екен, сиыр. Оны енді сатпайды ғой, оны соймайды, оны көбейту керек қой. Сонда қалғаны енді 4 миллионы енді жаңағы не ғой, еркек малдарда жемге қоятыны, сойылатыны. Мен ойлаймын, жаңағы жерлер ол игерілмей жатыр. Оны енді қолы жеткендері бөліп алған сияқты, бірақ сол жұмыс жасалып жатқан жоқ. Енді ақты ақ, көкті көк, қараны қара деп айташы. Қолы жеткендер бөліп алған сияқты емес, солай болып тұр ғой негізі. Үйтіп сенімді түрде айтатыным, мен өз басым осы Ақмола облысының төңірегіндегі бүкіл аудандарға, ауылдарға барып, әкімдеріне кірген адамын. Аршалға да бардым, атап айтатын болсақ, одан әрменге де бардым, барлығына бардым. Енді жаңағы Аршалын айтатын болсақ, Астанадан шығып Аршалға барғанша 100 шақырым жер, сіз енді даламен келе жатсыз, сөйтіп әкімге кіресіз, әкім айтады, жер жоқ дейді, мүлдем жоқ дейді. Егін егем десең де, мал бағам десең де жер жоқ дейді. Астанадан шығып Алматыға барайын жеткен жерде ен жатқан жер, бірақ жер сұрасаң жер жоқ дейді. Демек оның қожайындары болып тұр ғой. Демек белгілі жаңағы қолынан келсе қонышынан бас дейді, қазақ қонышынан басып алған адамдар бар. Сонымен алып оны қойып игерілмей жатыр. Енді сол біздің қазіргі жағдайда әлеуметтімізге тікелей әсер етіп тұр ғой, сөздің ашығына келгенде. Әсер етіп тұр. Әсер етіп тұр. Енді қараңыз, бүгінгі таңда сізде жаңа 4 түлік дүкенде мына жылқы еті мен сиыр еті қаншаға сатылып жатыр? Жылқы еті 2800, сиыр еті 2500, қой еті 2500. Мына Украинада мен Россияның ортасындағы жағдайдан кейін көтерілді ма еттің бағасы? Көтерілді. Көтерілген себеп бізге Россиядан ет кіреді, дұрыс па? Содан көтерілді ма? Россиядан ет кіреді. Қазір оларға санкция жарияланғандан кейін олар сыртқа сату тоқтатты. Әлемдік стандартқа қарайтын болса, жаңағы ақш, Қытай, Ресей, жаңағы Бразилия сияқты, жаңағы Австралия сияқты алып мемлекеттерден кейін Қазақстан кіреді екен. Ауыл шаруашылығының жаңағындай көрсеткішін көтеру деңгейі бойынша. Сонда біз сондай үлкен жерде отырып, сыртқа ет өнімін шығаратын үлкен жерде отырып, өзіміз сырттан ет кіргізіп отырғанымыз менің кішкене көңіліме қоныңқырамай жүр. Енді өз ойыңыз қалай енді бұл тақырыпта? Ауқымды ашу үшін тақырыпты тарихқа қайту керек. Жалпы ашаршылыққа дейін қазақ халқы 6 миллион болған дейді. Оның 3 миллион, сол қазақ халқында 3 миллион малы болған екен. 3 миллион. 3 миллион.
Енді қазір 8,5 миллион. Темп жоқ қой росты. Демек, егер біз сол заманда 6 миллион қазақ болсақ, қазіргі ғалымдардың есебі бойынша біз бір 40-50 миллионға халқымыз жету керек еді. Мал, соответственно, мал саны да бір 20-30 миллионға бару керек еді. Сонда біз өзімізді қамтамасыз еткен мемлекет болып, және де экспортқа шығаратын жағдайға жетушек. Мына көрші мемлекеттерден мен байқадым, Белорусияда, Россияда, Өзбекстанда госрезерв деген бар екен. Олар не істейді? Олар мына жаздың күні мал көбейген кезде, семірген кезде сойып запас складтарына жинайды. Мысалы, бізде овощехранилище бар ғой, ертеңгі мына көктем уақытысында егін дайын болмаған кезде бағаны тұрақтандыру үшін сол складтар ашылады да нарыққа кіреді, сатылымға. Бізде әр жаңағы структура продаж дейді ғой, категория клиенттер болады. Кэтеринг болады, B2B болады, хорика болады и розница болады. Мына қарапайым халық түсіну үшін жаңағы кетеринг пен B2B-ді қарапайым тілмен айтып өтсеңіз. Қарапайым айтсақ, кетеринг деген мынау үлкен месторождениелер болады ғой. Мысалы, мұнай өңдейтін үлкен заводтар, промышленный заводтар, соның ішінде столовыйлар болады. Олар сол, мысалы, бір мекемелерде 2000-4000 адамнан жұмыс істейді производствода. Соны тамақтандырады. Сөйтіп, оны аутсорсингке береді столовыйда. Соны кетеринг компания дейді. B2B деген ол производство. Мысалы, сіз шикізат сатасыз, мысалы, ет күйінде. Производство колбаса жасайды, пельмен, полуфабрикаттар жасайды, соны B2B категория. Демек, осы екі саланы шеттен келетіндер қамтамасыз ететін? Шеттен қамтамасыз ететін. Ет сатушы тез сату үшін бағасын түсірді де, бірақ супермаркет түсірген жоқ. Витринада. Ол зеркальный болу керек қой. Мысалы, ол пайдасын жаңағы алып сатарлар көрді ме? Алып сатарлар көрді. Алып сатарлар көрді. Сіз пайда көрдіңіз бастан? Бұйырғанын көрдік. Біз енді трейдерміз ғой. Біз мяскоменттардан келісімшарт бойынша аламыз объемдарын. Біз супермаркеттерге сатамыз. Супермаркеттер розницада баға түскен жоқ. Бізде де түсті, бірақ розницада конечный потребитель дейді ғой. Қазақша енді соңғы тұтынушы. Сіз, мысалы, сөреден барып витринаны алдыңыз, барып пісірдіңіз, соңғы тұтынушысыз, жедіңіз. Сол розницадағы баға түскен жоқ. Бұны мемлекет қадағалау керек пе? Жоқ, бұл әлде экономиканың заңдылығы ма? Кім қалай сатып алды, қалай сатты, ол өзі құқығы деген? Жоқ, жалпы тұрақтанған баға ғой розницада. Бұның жаңағы поставщик дейді ғой, мал шаруашылығына айналысатын фермалар түсірген себебі бірден наплыв болды да, қысқа мерзімде. Көп көлем келді. Қысқа мерзімде тез сатып ақшасын алу керек болды. Антимонопольный комитет олар қарап жүр ғой витринаны. Кіммен салыстырады? Оны магазин салыстырады, мысалы. Ол баға нарық тұр. Бірақ оған қаншадан келіп жатқанын көрмейді ғой олар. Халық осы көтерілген бағаны көтере алып жатыр ма? Жоқ. Тұтынушының қабілеті төмендеді. 50%-ға төмендеді. Мысалы, енді средний чек дейді ғой, 10 мың болса, қазір 5 мыңға түсті. Өйткені халықтың енді әлеуметтік жағдайы көтерілген жоқ қой. Сол себепті ол түсті қазір. Біз сонда болашақта жаңағы Швейцария, Солтүстік Корея, Япония сияқты етті грамдап алып жететін мемлекетке айналамыз ба? Осы қарқынмен жүрсек? Соған келе жатыр. Соған келе жатыр. Ең қымбат ет Швейцарияда екен, 40 мың теңгеге дейін барады дейді. Бізде ет қаншаға дейін көтеріледі деп ойлайсыз? Енді 40 мыңға бара қоймас, өйткені бізде көрші елдер бар. Біз енді импортта кіргізе аламыз. Біздің шекарамыз бәрі кіруге де шығуға да ашық. Қазір Минсельхоздың программалар көп қой. Солар ақырын жұмыс істеп келе жатыр. 40 мыңға бармас, но қазір 2 мың болса 3 мыңға барады деген прогноз бар.
болжам бар. 3000 ол биылғы ма? 2022-дегі. 23-ке баратын шығар. 23-те. Тарихқа жүгінсек, Қазақстан аумағында 40 миллионға дейін малды жинап, сонымен жаңа орталыққа жинап, шет жақтарға жаңағыдай сатып отырған дейді жылында. Сөйтіп жаңағыдай Жетісудан келеді, оңтүстіктен, солтүстіктен жаңа байлар малдарын айдап келеді, сататын үлестерін бәрін қосады бір жерден, сөйтіп оны жаңа экспортқа. Бұны қарасаңыз, кәдімгідей бір жүйеленіп істеген шаруа ғой бұл. Сосын жаңа басында сіз айтып кеттіңіз, бізде мамандар жетіспейді деп. Егер осы тарихқа жүгінетін болса, 40 миллионға дейінгі малды көтерген қазақ мал білмейтін қазақ болса ма? Қазіргі қазақты айтамын енді. Ата бабамыз 40 миллионға дейін көтерген болса. Енді заман өзгеріп отыр ғой бәке. Технология өзгеріп отыр. Ол кезде енді экология басқа болған шығар. Енді шынында да экология басқа болды ғой. Қазір небір аурулар бар, иә. Репрессия ұшырады ғой. Қаншама білімді экономистерімізді болса да, осы мал шаруашылығы болса да, оның бәрін қырып тастады ғой, Сібір айдап. Мен ойлаймын, осы атаризик дейді жаңа, осы периодта біз сол мамандарды жоғалтып алдық. Ол бір. Екіншіден, қазір жастар қызықпайды бұл салаға. Мен жаңа айттым ғой, бізде мамандар тапшы деп, иә. Кәдімгі, мысалы, сіз жылқы сасаңыз, жылқышы таппайсыз. Бақтыратын. Әлемдік тарихқа қарасақ, өзіңіз білесіз, Қытай, Япония, Корея деген мемлекеттер бұлардың жаңа ата кәсібі күріш егу болған. Бірақ бұлар күріш экспорттайтын әлемдік державаларға кірмеген мемлекеттер. Бұлар осознанно технологияны, жаңағы инновацияның даму жолын таңдаған мемлекеттер. Сөйтті де қазір солтүстік Корея толығымен ет өнім болсын, ауыл шаруашылығы өнім болсын, Америка құрама штаттарынан зависимый болып қалды. Ендігі сұрағым, біз қазір ауыл шаруашылығымен толығымен жаңағы Япония, Корея сияқты бас тартып, басқа жолға түсуіміз керек па, жоқ ауыл шаруашылығына қайтадан кірісуіміз керек па? Сіздің ойыңызша қалай? Қысқа мерзімде өзгеретін нәрсе емес та. Бұл мал шаруашылығы болса да, жаңағы инновация, технология болса да, бұл ұзақ мерзімге жоспарланатын проектлер, иә. Сол себепті енді халық саны да аздау болып тұр ғой. Мынау көрші мемлекеттерден тәжірибе алмасып, бізге сол екі бағытта да даму керек. Енді қанша жыл керек біздің қазақ өзі қолы өз аузына жетіп, өзіміз толық етпен қамтамасыз етіп, одан әрменге экспортқа шығаратын жағдайға жету үшін бізге қанша уақыт керек? 50 жыл керек шығар. 50 жыл? Ет өніммен айналысып жатқаныңызға қанша жыл болды дедіңіз? 2010-нан. 12 жыл болды, иә. 12 жылда жалпы өзгеріс бар ма біздің осы ет саласында, ауыл шаруашылығында? Еттің бағасы өскеннен басқа қандай өзгеріс бар? Дұрыс жей бастадық. Мәдениет өзгере бастады. Дұрыс жеу мәдениет деген қалай, соны түсіндіре кетсеңіз? 2010 енді оған дейін қалай білмеймін. 2010-да бастаған кезде бізге енді супермаркеттер рамстор болды. Түріктер әкелді сол мәдениетті витринаға жаңағыдай қалай бөлшектеу керек екен. Біз оған дейін балтамен шауып витрина деген нәрсе жоқ еді. Осы столдың үстіне қойып сата беретін. Сосын тұтынушы да қазір еттің сапасына қарайтын болды. Бұрын ажыратамайтын. Қазір сүйекпен сіз мысалы алсаңыз ұтыласыз. Шынлап келгенде. Өйткені сүйек кейбір бөлшектер, кейбір мүшелер. Сіз сүйегімен алсаңыз, ол жерден 50% сүйек шығады, 50% ет шығады. Мысалы сіз 2000 теңге алдым деп ойлап тұрасыз, бірақ енді үйге келген кезде оны сүйегінің етін ажыратқан кезде сізге ол 4000 теңге айналады. Қазақтар жалпы етті мүшелеп берген, жамбасты құдаға береді, басты құдаға тартады деген сияқты. Сонда енді сіз ет жеудің мәдениетін қазір үйреніп жатырмыз деп айтып жатсыз, сонда бұрынғы бабаларымыз ет жеу мәдениетін білмеген ба сонда? Жоқ, ол
кәдесі дейді ғой, құданың жаңағы өзінің мүшелері болады ғой, құданың, жаңағы қыздың, күйеу баланың, иә, төс деген сияқты. Мен жалпы күнделікті тұтыну үшін деп айтып тұрмын ғой. Күнделікті халық енді қазір ақша санап үйрендік қой. Мысалы, сіздің бір айлық доходыңыз бар, оны сіз бөлесіз коммунальныйға, жаңағы тамаққа деген сияқты. Егер сол мәселеде санайтын болсаңыз, ақшалай санайтын болсаңыз. Бұл кәсіп сіз өсіресіз ба, ары қарай ауқымдандырасыз ба, өзіңіз жеке мал шаруашылығына кіріспек ойыңыз бар ма, қалай жоспарыңызда? Әлде тек осылай жаңағыдай магазинде сатып, сырттан кіргізіп, экспорт сондаймен айналысып жүре бермекшісіз ба? Қазір жоспарда 4 қалада 4 павильон қоятын ниетіміз бар. Сол жұмыс жасалып жатыр. Және де болашақта осындай сол өзіміздің дүкендерді қамтамасыз ететін кішігірім шаруашылық ашатын жоспарымыз бар. Ол жерден енді қойымыз, сиырымыз, жылқымыз және де қаймақ, қымыз, жаңа сүзбе бәрін сол жерден шығаратын жоспарымыз бар. Базардағы ет сататын точкадан ғана алушы едік қой, осыдан бірер жыл алдында. Қазір аулаларда әдемі ет сататын шағын дүкендер ашылып жатыр. Бұл тікелей соның көрсеткіші ма, жоқ әлде халықтың әлеуметтік жағдайдың көтерілгенінің көрсеткіші ма, аулаларға ет дүкенінің ашылуы? Аулада дүкендер жалпы мынау өзі әр этап болады ғой. Мысалы, бұрын базар көп еді, бәріміз бар базардан алатын едік. Қазір солай сұранысқа байланысты және де санитарный норма дейма, соған байланысты гипермаркеттер, супермаркеттер ашылып дамып жатыр. Сосын үй астында дүкендер ашылып жатыр. Гипермаркеттер ашылған кезде үй астындағы магазиндер олардың саудасы төмендей бастады. Өйткені сіз жұмасына бір рет барып гипермаркеттен өзіңізге қажет продуктын алған жақсы. Сол үшін мына магазиндер өзінің жұмысын тоқтатпас үшін ол жерге ет қосты. Жаңағы мәдениет өзгерді дедік қой. Бұл саланы жаңағы меңгере бастадық, түсіне бастадық. Сосын әр үйдің астынан жаңағыдай осындай ет сататын дүкендер ашыла бастады. Демек, бағанан бері сіз екеуміздің әңгімесіп отырған әңгімеміздің тоқетеріне келетін болсақ, қазіргі таңда біздің Қазақстанның көлеміндегі мал шаруашылығын көтермейінше біздің бабамыз айтып кеткендей май шайнап отыратын күніміз кішкене алыстай бере ме, қалай болады сонда? Меніңше алыстау сияқты. Алыстау. Жалпы мынау қандай малдарға мемлекет қазір субсидия беріп жатыр? Нақты білмеймін, енді өйткені өзгерістер болып жатыр. Осыған дейін мен білетінім аткорм дейді ғой, жаңа бордақлайтын алаң килограммына 200 теңге беретін. Егер сіз семіртіп, оны ет өңдейтін комбинатына тапсырсаңыз, сол 1 килограмма 200 теңге аласыз. Ол кез келген етке? Жылқы, сиыр, қой бөлінбейді? Жоқ, қарамалға. Сиырға ғана. Сіз осыдан 12 жыл бұрын кіріскенде бізде Қазақстанда шошқа шаруашылығы көп деді? Тұтынушы көп. Сұраныс бар? Иә, сұраныс бар. Мысалы, оңтүстікті біз ойлаймыз ғой, қазақ еді, қазақланған деп. Бірақ салыстырмалы түрде солтүстіктен қарағанда оңтүстік көбірек жейді екен. Бұрын естімегендер екен. Мен өзіме таңғалдым. Таңғалуға тұрарлық затты, енді бұлай қарасаңыз, о жақтағы орыстардың өзі қазақша сөйлеп кеткен ғой, енді оңтүстікте бұлай алып қарасаңыз. Қарамайсыз ба? Ол жаңа шошқаға байланысты сұрақты қоюым, бір кездері біздің қара малға субсидия тоқтатып, бірақ шошқаға субсидия беріліп жатыр деп естідім өзім. Жаңағы бәрі де неге кеп тақалады ғой? Қалай дейді, бизнес планға, оның қайтымына, рентабельностьке қарайды. Шошқа тез көбетін мал, тез семіретін мал. Сол себептен оны экономически выгодно болғандықтан соған бөлінген қаражат.
Жалпы өзіміздің ішімізде бір заң бар екен. Оңтүстіктің қойы біздің орталық, Қарағанды, Нұрсұлтан аумағына кіргізілмейді екен. Себебі неде? Буферный зона. Мысалы, Алматы облысы, Түркістан облысы және Шығыс Қазақстан облысында буферный зона. Бұл ветеринария тілмен айтқанда, сол жақтың малдарында бір ауру бар. Мысалы, яшүр деген ауру бар. Қазақстан сондай, қалай дейді жаңағыдай, рисковый зонада дейді да. Сол себепті мына жақ пен мына жақтың малы араласпасын деп буферный зонаға қойған. Сол себепті кіргізбейді. Сол себепті кіргізбейді. Енді жаңа оңтүстікте қой өсірген шаруашылықтар ол қойын сол оңтүстікте ғана сатады ма енді? Қойға қазір қойға рұқсат берілді, қой кеп жатыр. Жылқы мен қойға рұқсат бар, қара малға жоқ. Енді бір соңғы сұрағым, Жомарт мырзаға бір жақсы сұрақ қойын деп тұрмын. Сіз екінші сынауға жүргенсіз ғой, Жома? Екінші машинаны айтасыз ба? Екінші дүкенді айтамын. Дүкенді Құдай қаласа. Кәсібіңізге береке берсін. Бүгін келіп осылай сұхбат беріп, ойыңызбен бөлісіп, жалпы ет тақырыбын талқылағаныңызға көп рахмет. Кәсібіңіз өрлей берсін. Дастарханымыз мол болсын, етіміз көп болсын, май шайнаған қазақтардан болайық. Амин. Сіздерге де рахмет. Рахмет.